Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың оқуға құштар мектеп жобасын іске асыру барысында Түркістан облысы Түлкібас ауданы Тоқтар Әубәкіров атындағы жалпы орта мектебінің директоры Ләззат Шынтайқызының бастауымен кітап оқу сағаты күнделікті деріске айналды. Заманымыздың заңғар жазушысы Мұхтар Әуезовтің сөзімен айтқанда, кітап әр адамның мәңгілік досы. Осы сынды кітап туралы бірнеше құнды пікірлерді сіздер де жақсы білесіздер. Расында, қай ғасырда да кітаптың алатын орны бөлек. Кітап кемелденуге көмектеседі. Қаншама технологиялар шығып жатыр. Бірақ бұлардың барлығы кітапты алмастыра алмасы анық. Оқыған адамның күні әрқашанда жарық. Кітап оқудың бірнеше қасиеттерін атап өтейік. Кітап оқу қоршаған ортаны, дүниені және өзін тануға көмектеседі. Кітап оқу жадыны және ойлауды дамытады. Яғни, көп оқыған адам тез ойлап, тез қорыта алады. Кітап оқу талдауға, сараптауға, өзіндік жүйелі пікір қалыптастыруға үйретеді. Кітап оқу көптеген табыс пен жетістіктің ең басты негізі. Кітап оқу адамдармен дұрыс қарым-қатынас жасауға үйретіп, әдемі сөйлеу дағдыларын қалыптастырады. Кітап оқу сөздік қорды байытады және жалпы сауаттылық деңгейін арттырады. Кітап оқу адам бойында бұғып жатқан шығармашылық қабілеттерді дамытады. Кітап оқудың пайдасы орасан зор. Сол үшін кітап оқудан жалықпайық.